Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге жылдам жасалатын, өте тәмді, қамырына бар болғаны 10 минут уақыттарыңыз кететін өте тәмді самса дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдын ала ұнымызды елеп аламыз және ерітілген сары майды дәл осы ұнның үстіне құямыз. 1 шай қасық толтырмай тұз саламыз және 3 ас қасық қаймақ саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз және азғантай ғана қопсытқыш қосамыз. Енді қамырды өте қатты қылмай, орташа жұмсақтықта илейтін боламыз. Және қамырымызға 1 дана жұмыртқа саламыз. Қамырды қолдың күшімен қатты илеудің қажеті жоқ. Біздің қамырымыз өте сондай жұмсақ қамыр болады. Қамырдың барлығын жақсылап біріктіріп алдық. Дайын болған қамырды 5-10 минут қана демалтырасыздар. Сонымен біздің қамырымыз дайын болады. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Өздеріңізге ұнайтын салманы қоссаңыздар болады. Менде тартылған ет, пияз және өткіштен өткізген картоп салдым. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, барлығын араластырып аламыз. Демалған қамырымызды теңдей етіп 2-ге бөлеміз және жұқартып жаямыз. Өте қатты жұқартудың қажеті жоқ. Дайын болған қамырды дәл осындай бөлшектерге бөліп шығамыз. Ішіндегі салмасын салып, самсамызды орап шығамыз. Жасалу жолы өте оп-оңай. Кешкі немесе түскі астың жанына дәл осы самсаны дайындап берсеңіздер болады. Қалған қамырларды да дәл солай бір шетіне орап шығамыз. Самсамызды дәл осындай етіп, әсемдетіп бүксеңіздер болады. Осымен біздің самсаларымыз дайын. Дайын болған самсаларды тапаға саламыз және қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минут аралығында пісіріп аламыз. 30 минутта біздің өте дәмді үлпілдек самсамыз дайын болды. Сіздерге де кеңес беремін дәл осы рецептпен жасауға. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.